жоғары жақтан бірдеңе келген шығар. Прокурор веб-сериалының жалғасы не үшін шықпай қалды? Жоғарыдан ескерту келді ме, әлде басқа оқыс оқиға болды ма? Анығын айтайық, ал сіз лайк басып, каналға тіркеліңіз. Достар, дәл осы видеодан бұрын прокурор веб-сериалының шын өмірде болған оқиға екенін айтқан едік. Теміртау қаласында студент жігіт жалған қызметті куәлік жасап, полиция қызметкерлерін алдап соққан. Видеоны көрмегендер болса, сілтемесі міне жоғарыда тұр. Және видеоның астындағы сипаттама мәзіріне де сілтемесін қалдырдым. Көріп шығыңыз. Ал бұл шығарылымда прокурор сериалының не үшін шықпай жатқанына қатысты болжамдарды айтамын. Не хабар бағдарламасына қонаққа келген Дәурен Серғазин сериалдың не үшін шықпай қалғаны туралы өз ойын айтты. Оның айтуынша жоғарыдан маңызды қоңырау шалынған болуы мүмкін. Неге шықпай кетті прокурор? Бізге де айтпады, ешкімге де айтпады. Жабылды деді. Енді фильм жазды, мүмкін нары жоғары жақтан бірдеңе келген шығар, хабар деп ойлаймын өзім. Бірақ жоқ, басында бір тексеріп алады ғой, солардың одобрениесімен ондай емес па? Ал киноны түсірген шығармашылық топ жетекшілерінің айтары басқа. Олардың Instagram желісіндегі парақшаларының бірінде сериалдың шықпауына оқыс оқиға себеп болғаны жазылған. Жазбада былай делінген: қымбатты көрермендер, Алматы қаласының ауа райы біз үшін қолайсыз болды. Өткен демалыс күндері жұмыс орнын су шайып, электр желісінен ақау болды. Өкінішке орай осының салдарынан біз дайын тұрған контенттен айырылып қалдық. Соның ішінде прокурор және қарапайым қайрат 4 сериалдарын жоғалттық. Демалыс күндері сәлем командасы дамылсыз жұмыс жасап, ақауды жоюға күш салды. Әзірге тек қарапайым қайрат сериалын ғана қалпына келтіре алдық. Сол себептен қарапайым қайрат сериалының шығарылым уақытын келесі аптаға ысырдық. Ал прокурор сериалын толық қалпына келтіргенге дейін жылжытуға тура келеді. Жақын күндері сәлемнің сериалдарына қатысты жаңа кестені шығарамыз. Сіздерден түсіністік пен қолдау күтеміз, делінген. Я достар, прокурор сериалын миллиондаған көрермен асыға күтіп жүр. Және сериалдың не үшін шықпай қалғаны да барлығын қызықтырады. Неде болса шығармашылық ұжымда келеңсіз жағдай болғаны анық.